Сәлем оқырман. Айда мен Нұрдәулеттің ара қатынасы шынымен біткен көрінеді. Қосылады деген үміт өшпейтін осы күнге дейін. Айдаға болса оқырмандары жазатын көрінеді. Сен тез ұмыттың. Неге ештеңе болмағандай жүрсін деп. Бірақ Айда сыртынан күлсе де, ішінен жылап тұрғандай. Күйеуіңді жақсы көріп жіберу қандай қиын. Бақытты болып көрсетпегенде қалай жүру керек Айда? Айтындаршы. Өмір жалғасады, бәрі өз орнына келеді дегендей. Айда бүгін болса ішіндегі ойын айтқан болатын Instagram желісінде. Маған ештеңе болмағандай не жүресің деп жазасыз. Мен жылайтын, азап шегетін және аяушылық танытатын адам емеспін. Иә, маған қиын, өзімді жаман сезінемін, жүрегім ауырады, жан жылайды. Түнде мен ата-анама көрсетпей жылаймын. Бірақ неге оны көпшілікке көрсету керек? Мұның маған қандай пайдасы бар? Өмір жалғасуда. Ең бастысы бәрі тірі және сау. Мен әрі қарай жүремін. Мен өзімнің мықты екенімді дәлелдеймін. Негативтеріңізді жазыңыз, мен сізге жамандық жасаймын. Мен өмір сүру үшін одан да күшті және тәжірибелі болдым, деді Айда. Съемкаларды бітіріп, тамақтанғаны баратабыз. Бұқта Элмеджи, бұқта Жасмин, бұл жақта атын кім деп қойсақ? Кім жіберді, ошаны бірінші айтып қойға маға. Мила, приятно. Солай енді пікірлер көп, біреу жақсы айтса. Екіншісі жаман айтуы әбден мүмкін. Сол үшін де көп нәрсені қабылдамай, өзіңнің өмірің сен сүру. Бастысы, ата-анасы қасында, денсаулығы сау. Жұмысы жүріп, басқа не керек? Ал махаббат болса, ол да бір күні бұйырар. Бүгін съемкаларды біліп отырып, бір съемкадан шығып, екінші съемкаға келдім. С утра на ногах. Вот. Образ просто супер.